Сәлем, бүгін сіздерге AliExpressке тіркелуді және қалай қауіпсіз түрде зат сатып алуға болатындығын үйретеміз. Ендеше көреміз. AliExpress'тен зат сатып алу үшін бірінші кезекте тіркелуіміз қажет. Сонымен тіркелеміз. Регистрация. Создать новый профиль. Бірінші болып өз электронды почтаңызды жазып аласыз. Содан кейін латын әріптерімен аты жөніңізді жазасыз. 6 немесе одан да көп символдан тұратын пароль ойлап табасыз. Одан кейін астындағы кодты жазасыз. Создать ваш профиль батырмасын басасыз. Осымен сіз AliExpressке тіркелдіңіз, бірақ бұл барлығы емес. Енді өз мекен жайыңызды тіркеуіңіз қажет болады. Мой AliExpress. Адреса доставки. Бірінші болып өз аты жөніңізді жазасыз. Одан кейін қай мемлекетте тұратындығыңыз, біздің жағдайда ол Қазақстан. Одан кейін өз мекен жайыңызды латын әріптермен жазуыңыз керек. Егер де латын әріптермен жазуға қиналсаңыз, мына сайтқа кіріп, латын әріптеріне аударсаңыз болады. Бұл сайтқа сілтемені видеоның астынан таба аласыз. Одан кейін тұратын облысыңыз, тұратын қалаңыз, сосын почтовый индекс. Өз почтовый индексіңізді Google-дан іздеп таба аласыз, немесе мына сайттан кіріп көрсеңіз болады. Ең соңында телефон номеріңізді жазасыз. Сохранить. Адресті жазған кезде өте мұқият болыңыз. Осымен сіз AliExpress сайтына тіркелуді аяқтадыңыз. Сонымен AliExpressке тіркеліп алдыңыз. Енді қалай сатып алуға болатындығын үйретеміз. Біздің видеолардың арасындағы бір тауарды сатып алып көрейік. Бізге керекті болған тауардың сілтемесінен кіреміз. Егер де біз ұсынған тауарды видеоның астындағы сілтемеден кіріп сатып алатын болсаңыз, онда продавец тексерілген. Қорқпай сатып алуға болады деген сөз. Біз ұсынған тауарлардан басқа тауарды сатып алғыңыз келсе, бірінші болып продавецтің, яғни сатушының рейтингін тексеріп көріңіз. Қанша жоғары болса, сонша жақсы. Одан кейін отзывтарды оқып көріңіз. Сізге ұсынған тауар мен жіберілген тауардың сапасының сәйкестігін тексеріп көріңіз. Керек десеңіз, сатып алушылар суретіне дейін салып қояды. Барлығы дұрыс болса, онда сатып алуға болады. Сосын тауардың бағасы, бесплатная доставка, түсі, қанша көлемде, қанша штук. Мына продавец 60 күнге гарантия беріп отыр. Егер де 60 күннің ішінде тауар келмейтін болса, онда өз ақшаңызды қайтарып алуыңызға болады. Немесе тауарға зақым тиген болса, продавецпен келісіп, ақшаңызды қайтарып аласыз. Сонымен купить. Жаңағы біз толтырған мекен жай тұр. Тауарды тағы бір рет тексеріп аламыз. Түрі, түсі. Егер де барлығы дұрыс болса, төлемге өтеміз. Төлемді барлық қазақстандық карточкалармен төлеуге болады. Visa, MasterCard, Maestro. Бірінші болып карточка номерін жазамыз. Одан кейін сақталу мерзімі, код безопасности, ол карточкаңыздың артында тұрған 3 сандық код. Одан кейін латын әріптерімен аты жөніңіз, сохранить, осымен бітті. Көп қазақстандық карточкалар интернетте төлем жасауға тыйым салынған болады. Егер де сіздің де карточкаңыз тыйым салынған болса, онда өз банкіңізге қоңырау шалып, тыйымды алып тастауды сұрайсыз. Одан кейін төлем жасауға болады. Басқа төлем түрі Kiwi кошелекпен де төлесеңіз болады. Kiwi кошелектің не екенін және қалай ашу керектігін білмесеңіз, төмендегі сілтемеден кіріп үйренсеңіз болады. Сонымен ары қарай купить. Тауарды сатып алған соң бірінші бетке ораламыз. Мои заказы. Осы жерде сіздің сатып алған тауарыңыз тұрады. Сатушының тауарды жібергендігі немесе тауар сіздің поштаңызға келіп түскендігі туралы мәліметті осы жерден көре аласыз. Сатып алу туралы басқа да сұрақтар туындап жатса, осы видеоның астындағы комментарияға жазып қалдырыңыз. Біздің каналдан ең қызықты видеолар топтамасын көре аласыздар. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Видеоның соңында өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.